Қоғамда қандай да бір құқық бұзушылық орын алса, оқиға орнына бірінші болып келетін полиция қызметкерлері. Әдетте құқығымыз шектеліп, тәртіп орнауын талап ететін болсақ та, бірінші кезекте погондағыларға жүгінеміз. 23 маусым осы сала мамандарының Қазақстан полициясының күні. Осы күні тәртіп сақшылары тек жақсы сөз, құттықтаулар естиді. Жылдағыдай Шымкенттегі мерекелік шарада қызметтік міндетін жақсы атқарған полиция қызметкерлеріне құрмет көрсетілді. Бұл жолы 785 полицей марапатталды. Олардың бірі осы күні полиция полковнигі шенін алған Талғат Тоқсанбайұлы. Полиция қызметкерлерінің әрқашан дене даярлығын күнделікті қадағалауда. Ол бойынша мемлекет тарапынан қызмет уақытынан уақыт бөлінген. Әрқашан полиция қызметкерлері жаттығуда. Ол бойынша біздің полиция қызметкерлері мемлекеттік және әлемдік біріншіліктерде орын алып жатыр. Осы жақын арада Қарағанды қаласына тұңғыш рет полиция арасында бокстан чемпионат өткізілді. Ол кезде Шымкент қаласы полиция қызметкерлері командалық есепте екінші орынға ие болды. Марапатталған қызметкерлер қатарында әке жолымен құқық қорғау органында қызмет етуді қалаған Бауыржан Карбеков те бар. Үлкен жауапкершілікті талап ететін салада 2007 жылдан бері жұмыс істейді. Сала өте қызықты, жұмысымды өзім жақсы көремін. Барынша белсенді түрде жұмыс атқаруға тырысамын. Жалпы менің полиция департамент саласында қызметінде негізгі есірткінің заңсыз айналыммен байланысты қылмыстармен күресу, сонымен қатар нашақорлықтың алдын алу бағытында жұмыс атқарамын. Бұл да бір үлкен бір беделді бір жұмыс, жауапты жұмыс. Бұл жұмыста енді тек қана бір полицияның күші емес, барлық қоғам бірігіп қана жұмыс атқарсақ, әрқашанда нәтиже болады. Қазақстан полициясы күні елімізде 2007 жылдан бері атап өтіледі. Бүгінде полиция өз міндеттері мен бағыттарына қарай негізгі 5 бөліктен тұрады. Олар криминалды полиция, әкімшілік полиция, тергеу бөлімшесі, анықтау бөлімшесі және өзге де арнайы бөлімшелер. Кәсіби мерекеде осы бөлімшелердің үздіктері іріктелді. Салтанатты шарада тәртіп сақшылары мен сала ардагерлерін Шымкент қаласының әкімі Ғабит Ыстықбеков құттықтап, олардың қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті орнатудағы маңызды рөлін атап өтті. Мерейлі күні баршаңызға зор денсаулық, қажымас қайрат, қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық пен бақ-береке тілеймін. Еліміздің тыныштығы мен халқымыздың қауіпсіздік жолындағы еңбектеріңіз әрдайым жемісті болсын, берекелі болсын. Аман болыңыздар, мейрамдарыңызбен. Тәулік бойы қызметте жүретін полицейлер үшін мереке күні арнайы концерт ұйымдастырылды. Өнерпаздар арасында тәртіп сақшыларының өздері де болды. Саят Айдосы, Илдар Жүнісханов, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.